Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен булочка жасайтын боламыз. Ең алдымен опара дайындаймыз. Опараға бізге жылы сүт, оның үстіне 1 ас қасық қант, 1 ас қасық дрожж, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді оның үстіне 4 ас қасық ұн қосамыз. Барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз. Опарамыз кішкене көтерілуі қажет. 15 минут уақыт өткеннен кейін біздің опарамыз көтерілді. Енді булочкамызды жасауды бастаймыз. Оның үстіне қант қосамыз. Жалпы бізге 80 грамм қант қажет. Жаңа опараға 1 ас қасық қант қосқан болатынбыз, сол граммын азайтып қосамыз. Оның үстіне ерітілген 70 грамм сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Сіздер 1 жұмыртқа және де 1 жұмыртқаның ақ уызын, яғни белогын қоссаңыздар болады. Ал сары уызын, желтогын булочканың бетіне жаққанға пайдалансаңыздар болады. Мен 2 жұмыртқаны толығымен қосқан болатынмын. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны әбден жақсылап араластырасыздар. Одан кейін илеуіштің көмегімен ұнымызды қосамыз. Ұн жалпы 500-550 грамм ұн қосылады. Ең басында опараға қосқан ұнымыздың көлемін, мөлшерін осы ұннан алып тастайсыздар. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Барлық ұнды бірден қоса салмаймыз. Алдын ала мен 300 грамм ұнды илеуіштен өткізіп қосып алдым. Қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Одан кейін оның үстіне қалған ұнымызды илеуіштен өткізіп қосып шықтым. Енді барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды илейміз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығуы қажет. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 2 сағат көлемінде қойып қоямыз. Қамыр жақсылап көтерілуі қажет. Неғұрлым ұзақ тұрса, соғұрлым булочкаларыңыз өте дәмді және де әдемі болып шығады. Мен жалпы 1 сағат тұрды, қамырым көтерілді. Көтерілген қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Мен көз мөлшерімен бөліп шыққан болатынмын. Негізгі мөлшері 70-75 граммдай болып шығады. Барлығын біркелкі етіп бөліп болғаннан кейін қолымыздың көмегімен осындай дөңгелек пішінге келтіретін боламыз. Дөңгелектеріміз дайын болғаннан кейін оның бетін міндетті түрде салафанмен жауып қоямыз. Себебі қамыр тұра берген сайын ол көтеріле береді. Салафаннан міндетті түрде бір-бірден алып жасаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп оқтаудың көмегімен жаямыз. Мен салмасына шоколадная пастаны алдым. Сіздер кез келген салманы пайдалансаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп пышақтың көмегімен кесіп шығамыз және осындай пішінге келтіріп ораймыз. Булочкалардың ішіне салманы салмай қойсаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Осы булочканы пісіру барысында булочкаға қандай заттар қосылды және де қандай мөлшерде қосылды, соның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Булочкаларымызды формаға келтіріп болғаннан кейін листің үстіне пергамент қағазын төсеп, оның үстіне булочкаларымызды қоямыз. Булочканың бетіне жұмыртқаның сарысы және де 1 ас қасық сүт қосып, жақсылап екеуін араластырып, бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне қалауларыңызға қарай мак сепсеңіздер болады. Енді булочкаларымызды қызып тұрған 180 градус духовкада 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ас болсын!